Саламатсыздар ма? Дәріс тақырыбы карбон қышқылды эфирлер синтездеу технологиясы, этилацетат өндірісі. Сабақ жоспары: карбон қышқылдарының жүктелуі, оттекті қосылыстардың түрлері, карбон қышқылының күрделі эфирлері, этерификация реакциясы, этилацетат алу жолдары мен қолдану саласы. Карбон қышқылдары дегеніміз химиялық құрамында карбоксил топтарынан тұратын қосылыстар. Карбон қышқылдарының жіктелуі құрамындағы карбоксил тобының санына байланысты жіктеледі. Оларды бір негізді, екі негізді және көп негізді карбон қышқылдары деп бөлеміз. Карбон қышқылдарының алыну жолдары: спирттердің тотығу реакциясы арқылы, альдегидтердің тотығуынан және көмірсутектердің тотығуынан карбон қышқылдарын алуға болады. Оттекті қосылыстар түрлері: бір атомды және көп атомды спирттер, альдегидтер мен кетондар, карбон қышқылдары және жай және күрделі эфирлерді жатқызамыз. Қаныққан карбон қышқылдарының алғашқы мүшелері: бұларға құмырсқа, сірке және пропион қышқылдары. Олардың физикалық қасиеттеріне: олар өткір иісті сұйық заттар, суда ерімейді. Май қышқылының жағымсыз иісі бар, суда нашар ериді. Жоғарғы карбон қышқылдары С10-нан бастап қатты заттар күйінде кездеседі. Гомологтық қатарда молекулалық массаларының өсуіне байланысты суда ергіштік қасиеттері төмендеп, сәйкесінше қайнау температуралары жоғарылайды. Спирттерге қарағанда карбон қышқылдарының қайнау температуралары жоғары. Олардың қайнау температураларының жоғары болу себебі екі карбон қышқылы арасындағы молекула аралық сутектік байланыста. Карбон қышқылы молекулалар арасында біреуінің оттек атомы мен екіншісінің гидроксил тобындағы сутек атомының арасында қос сутектік байланыс түзіледі. Карбон қышқылдарының күрделі эфирлері негізінен жағымды иісі бар сұйық заттар. Олар парфюмерия мен тамақ өнеркәсібінде кеңінен қолданылады. Күрделі эфирлер карбоксил тобындағы сутек атомының орнын радикал басқан карбон қышқылдарының туындысы. Гүлдер мен жеміс жидектердің жағымды иістері олардың құрамында карбон қышқылдарының күрделі эфирлеріне болуына байланысты. Күрделі эфирлер өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Күрделі эфирлер табиғатта кең таралған биологиялық өте маңызды қосылыстарға жатады. Гүлдер мен жемістердің құрамында күрделі эфирлер болуына байланысты олардың қош иістері болады. Өсімдік пен жануарлар майлары да күрделі эфирлерге жатқызылады. Карбон қышқылдарының күрделі эфирлерін қышқылдардың карбоксил тобындағы сутек атомының орнын көмірсутек радикалы басқан сутектің немесе спирттердегі гидроксил тобының орнын органикалық қышқылдың радикалы басқан туындылар деп қарастыруға болады. Күрделі эфирлердің аттары олардың құрамына кіретін қышқылдар мен спирттердің қалдығынан құралады. Халықаралық номенклатура бойынша қышқылдың атына спирттік радикалының атын қосымша етіп, ат жалғауын жалғау арқылы аталынады. Мысалға, құмырсқа қышқылының этил эфирі этил формиат немесе метил метаноат деп аталса, екінші сірке қышқылының этил эфирін этил ацетат деп атаймыз. Күрделі эфирлер көбінесе табиғи өнімдерінен өндіріледі. Этерификация реакциясында карбон қышқылдары мен спирттерді минерал қышқылдар қатысында әрекеттестіріп, нәтижесінде күрделі эфир мен су түзіледі. Эфирлену реакциясы кезінде карбоксил тобының
гидроксилі мен спирт молекуласында сутектен су молекуласы түзілетіні реакцияға изотоптар енгізу арқылы анықталды. Құрамында оттектің 180 изотопы бар спиртпен әрекеттестіргенде оттектің ауыр изотопы судың емес күрделі эфирдің құрамында екендігі белгілі болды. Лабораториялық жағдайда этил ацетатты алу қондырғысы. Қарапайым карбон қышқылдарының күрделі эфирлері түссіз сұйықтықтар, суда ерімейді. Күрделі эфирлердің көбінің иістері жағымды. Молекула арасында сутектік байланысы жоқ болғандықтан, сәйкес қышқылдарға қарағанда күрделі эфирлердің қайнау температуралары төмен болады. Гидролиздену реакциясы. Күрделі эфирлердің гидролизі. Этерификация реакциясына кері реакция қышқыл немесе сілті қатысында жүргізіледі. Күрделі эфир сумен әрекеттесіп айырылып, реакция нәтижесінде қышқыл және спирт түзіледі. Биорганикалық қышқылдар да, мысалға күкірт, азот, фосфор қышқылдары спирттермен әрекеттесіп күрделі эфирлер түзеді. Күкірт қышқылының маңызды эфирлері метил және этил сульфаттары. Бұларды алкил күкірті қышқылдар деп те атайды. Бұл эфирлер, қышқыл эфирлер, спирттің артық мөлшері концентрлі күкірт қышқылына мен әсер еткенде, орта эфирлі күрделі эфирлер алынады. Азот қышқылы эфирінің ішіндегі маңыздысы глицерин эфирлері. Фосфор қышқылының көптеген эфирлері физиологиялық белсенділік көрсетеді. Диэтил эфирі оңай қайнайтын сұйық зат, суда ерімейді, судан жеңіл, өзіне тән иісі бар. Ауамен қосылып, қопарылғыш қоспа түзеді. Еріткіш ретінде жасанды жібек алу өндірісінде медицинада кеңінен қолданылады. Этил ацетат эфирі өзіне тән иісі бар, түссіз сұйықтық, судан жеңіл, суда нашар ериді. Тамақ өнеркәсібінде, парфюмерияда және полимерлерде еріткіш ретінде қолданады. Салицил қышқылының күрделі эфирлері аспирин мен салалол дәрілік заттар ретінде фармацевтикада кеңінен қолданысқа ие. Назарларыңызға рахмет.